Сәлем достар! Бүгін сіздермен мамықтай жұмсақ, өте дәмді пирожкидің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Видеоны соңына дейін тамашалап, лайк қойып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, әрі достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін жылы су құямыз. Одан кейін құрғақ қопсықшамызды саламыз. Барлығын шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан соң бір шай қасық тұзымызды, бір ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сары майды алдын ала ерітіп, жылы күйінде құямыз. Ұнымызды алдымен електен өткізіп алып, салып отырамыз. Және осындай лопатканың көмегімен араластырып, жайлап қамырды илейміз. Енді қолымызбен қамырды біріктіріп, илейміз. Ыдысымызда ұн және қамырдың қалдықтарын қалдырмай, барлығын тап-таза етіп илеп аламыз. Қамырымызды жұп-жұмсақ етіп илеп алғаннан кейін, бетіне май құйып жағамыз. Ыдысымызға ауа өтпейтіндей, бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін, осылай бір рет қайырып қоямыз. Одан соң бетін қайта жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Ал енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге картоп және пияз қажет болады. Картоптарымыз піскеннен кейін суын бөлек ыдысқа құйып, осылай картоптардан пюре жасаймыз. Табаға май құйып, пиязымызды турап, осылай қуырамыз. Пияздарымыз сарғайып піскенше қуырамыз. Пюремізге тұз, бұрыш саламыз. Одан соң пиязымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді таза тегіс жерге сұйық май құйып жағамыз. Сол жерге өзіміздің қамырымызды төгеміз. Және оны кіші бөліктерге бөліп, домалақтап шариктер жасаймыз. Қамырымызды бөліктерге бөлген кезде кішірек қылып бөліңіздер. Пирожкиларымыз да соғұрлым кішік болады және әдемі болып піседі. Менде шамамен 20-21 штук пирожкидің қамыры дайын. Енді олардың бетін пищевой пленкамен жауып 10 минутқа қоямыз. Енді пирожкилерімізді дайындау үшін қамырымызды осылай оқтаумен жаямыз. Дөңгелек қамырымыздың ортасына салмамызды салып, екі жағын біріктіріп, осылай қамырымызды түйеміз. Дайын болған пирожкилердің бетін жауып, 10 минутқа қоямыз. Одан соң осылай
қолымызбен жан-жаққа таратып үлкейтеміз. Табаға өзімізге қажетінше сұйық май құйып, екі бетін қызартып пирожкилерімізді қуырамыз. Пирожкилеріміз дайын болды. Қамыры жұп-жұмсақ болып, көтеріліп, әдемі болып пісті. Сіздерге ұнаса, осы рецептпен дайындап көріңіздер. Баршаңызға соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.